Сәлем, менің қымбатты тыңдармандарым. Бүгін сіздермен өте маңызды, әрбіріміз үшін өзекті тақырыпты талқылағым келеді. Денсаулық бұл бізге берілген ең үлкен сый, ал оны сақтау біздің басты міндетіміз. Өмірдің сан қилы сынақтарында, әсіресе қатерлі ісік сияқты ауыр дертпен күресте, біздің таңдаған тағамымыздың маңызы зор. Дұрыс тамақтану бұл тек қана денеге қуат беру емес. Сонымен қатар, ағзамызды іштен қорғайтын мықты қалқан. Күнделікті тұтынатын азық-түлігіміз біздің денсаулығымыздың іргетасын қалайды. Сондықтан оған аса жауапкершілікпен қарау керек. Мен әрқашан денсаулықты бірінші орынға қою керектігін айтып жүремін. Себебі, мықты денсаулық болса, біз кез келген қиындықты жеңе аламыз, армандарымызға жете аламыз. Қатерлі ісік бүкіл әлемді алаңдатып отырған күрделі мәселе. Алайда, ғылым бір орында тұрмайды, және зерттеулер көрсеткендей, біздің тамақтану әдеттеріміз бұл аурудың алдын алуда шешуші рөл атқара алады. Табиғаттың өзі бізге денсаулықты нығайтатын, ауруларға қарсы тұратын керемет өнімдерді сыйлаған. Біздің міндетіміз сол табиғаттың берген сыйын дұрыс пайдалана білу. Бүгінгі видеода мен сіздермен қатерлі ісіктен қорғануға көмектесетін, ғылыми тұрғыдан дәлелденген 10 суперфуд туралы бөлісетін боламын. Бұл жай ғана тағамдар тізімі емес, бұл сіздің денсаулығыңызға жасалған инвестиция. Осы өнімдерді күнделікті рационыңызға қосу арқылы, сіз өзіңіздің және жақындарыңыздың денсаулығын нығайта аласыз. Ендеше денсаулығымызды бірге күтейік, өйткені әрбір таңдау маңызды. Кеттік, менімен бірге денсаулық әлеміне саяхат жасаңыздар. Бұл керемет көкөністің құрамында сульфорафан деп аталатын ерекше зат бар. Ол қатерлі ісік жасушаларының өсуін тежеп, олардың жойылуына ықпал етеді. Рационыңызға брокколиді қосу ағзаңызды нығайтудың маңызды қадамы. Сарымсақтың құрамындағы алицин атты белсенді қосылыс қатерлі ісікке қарсы күшті әсерге ие. Ол иммундық жүйені нығайтып, ағзаның аурумен күресу қабілетін арттырады. Құлпынай, таңқурай, қарақат сияқты жидектер антиоксиданттарға өте бай. Бұл заттар ағзаны зақымдайтын бос радикалдармен күресіп, жасушаларды қатерлі ісік қаупінен қорғайды. Қызанақтың құрамындағы ликопин күшті антиоксидант. Әсіресе, қуық асты безі, өкпе және асқазан қатерлі ісігінің қаупін азайтуға көмектесетіні ғылыми дәлелденген. Жасыл шайдың құрамындағы катехиндер, әсіресе эпигалокатехин галаты, яғни EGCG, қатерлі ісік жасушаларының өсуіне тосқауыл қойып, олардың таралуына жол бермейді. Күніне бір немесе 2 кесе жасыл шай ішу өте пайдалы. Бұл дәмдеуіштің белсенді заты куркумин. Ол қабынуға қарсы күшті қасиетке ие және қатерлі ісік жасушаларының дамуының әртүрлі кезеңдеріне әсер етіп, олармен күреседі. Грек жаңғағы, бадам сияқты жаңғақтарда пайдалы майлар, антиоксиданттар және басқа да маңызды қоректік заттар көп. Олар ағзаны нығайтып, қатерлі ісік ауруының алдын алуға көмектеседі. Сәбіздің құрамындағы бета-каротин ағзада А дәруменіне айналады. Зерттеулер көрсеткендей, бұл зат асқазан, өкпе және басқа да қатерлі ісік түрлерінің қаупін төмендетеді. Лосось, скумбрия сияқты майлы балықтар омега-3 май қышқылдарына бай. Бұл қышқылдар қабыну процестерін азайтып, қатерлі ісік жасушаларының өсуін баяулатады. Шпинат фолий қышқылына, каротиноидтарға және басқа да антиоксиданттарға бай. Бұл қосылыстар ДНК-ны зақымданудан қорғап, қатерлі ісік қаупін азайтуға көмектеседі. Міне, қымбатты достар, біз бүгін денсаулығымызды нығайтуға көмектесетін 10 керемет суперфудпен таныстық. Есте сақтаңыздар, дұрыс тамақтану бұл аурудың алдын алудағы ең қуатты құралдардың бірі. Сіздің тәрелкеңіздегі әрбір тағам бұл сіздің ағзаңызға жасаған таңдауыңыз. Сондықтан саналы түрде таңдау жасап, денсаулығыңызды бірінші орынға қойыңыздар. Брокколи, сарымсақ, жидектер мен жасыл шай сияқты табиғаттың сыйларын бағалап, оларды күнделікті өміріміздің бір бөлшегіне айналдырайық. Бұл тағамдарды күнделікті рационыңызға қосу қиын емес. Таңғы асқа жидек қосылған сұлы ботқасы,
түскі асқа балық пен шпинат салаты, ал кешкі асқа брокколи қосылған тағам дайындауға болады. Кішкентай өзгерістерден бастап, сіз үлкен нәтижеге жетесіз. Ең бастысы, тұрақтылық пен өз денсаулығыңызға деген қамқорлық. Жақындарыңызға да осы пайдалы ақпаратпен бөлісіп, олардың да денсаулығын ойлаңыздар. Біз бір-бірімізге қамқор болсақ, кез келген қиындықты жеңеміз. Есіңізде болсын, сіздің денсаулығыңыз ең алдымен өз қолыңызда. Оны ешқандай байлыққа айырбастай алмайсыз. Сондықтан, бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз. Дұрыс тамақтаныңыз, спортпен шұғылданыңыз, жақсы демалыңыз және өмірдің әр сәтінен ләззат алыңыз. Мен сіздердің әрқашан дендеріңіз сау, рухтарыңыз биік болғанын қалаймын. Келесі кездескенше аман болыңыздар.